Ұят болса да айтайын, мына адамды әрірек жіберетін уақыт келді ғой негізінде. Діни басқарма шығып алып қайта-қайта кешірім сұрап осының атынан не керегі бар? Мақырды қалың малдан ажырата алмайтын адамның осындай жерге қойып уағыз айтқызып пәтуа беретін бұл ғалым емес қой, бұл кім бұл? Мына түрімен ауыл мешітіне де уағызға бұны айтқызып болмайды ғой. Қаншама халықты адастырып жүр ғой. Ерсін ұстаз үлкен мешіт имамдар емессіздер ма? Неге айтпайсыңдар бұл наданға? Бұл надан ғой негізінде. Енді айтпасаң ұят, біз айтайық ондай болса. Қой деп. Пайғамбарымыздың хадисі бар ғой. Бухариде келетін. Сондай бір кіші белгілерінен де қияметтің. Уақыт жақындағанда ғалымды надан дейді, наданды ғалым дейді адамдар. Шыншылды өтірікші дейді, өтірікшіні шыншыл дейді. Сол заманға жеттік қой. Халыққа жағымпаздану үшін халыққа жаңағындай Алланың әмірін емес, халыққа жағатын нәрсені негізі ұсынуға болмайды. Ренжісе де ренжімесе де айтатын уақыт келген шығар. Мықты ғалымдар еш уақытта муфтилікке жете алмайды қазіргі уақытта. Неге муфти Асқар Сабдин, Қайрат Құрманбаев, Қайрат Жолдыбай сияқты кісілер болмайды? Болмайды, өйткені жібермейді. Осындай клоундар болады әрдайым. Айту керек, бұлар тоқтату керек. Дін Алланың діні ғой. Ертең қалай жауап береді бұл? Біз мысалы бір нәрсені білмесек, бізде де ұмытып қалатын білмейтіні, бірақ біз білмеймін деп айтамыз. Білмеймін деп айту ол айып, күнә емес, ол наоборот адамның білімдігін білдіреді. Ал бұл білетінді білмейтінді өз ойынан келген шығарады да. Алданбаңыздар.